тергеу амалдарын жүргізу үшін ай сайын, апта сайын Талғар ауданына барып, сол істі жіті қадағалауға тура келді. Бұл жерде қылмыстық атқару кодексінің барлық талаптары бұзылғандығы белгілі болды. Алайда не тергеу жағынан, не прокуратура жағынан ешқандай қадағалау болмаған, істер жүргізілмеген, барлық істің барлық мерзімдері, сроктары кеткен. Айып жарақат адам 9 ай бойы үйде қозғала алмай, аяғы 2 жерден сынған балдақпен жүріп қозғала алмай жатқан, жұмыстан айырылған, әйелінің жаңағы мұрын қуысы сынған, мұрны сынған, ол да ем алған, жас балалар бар. Олардың жаңағы басынан жарақат алған бар. Жаңағы автомашина соғылған, көлік соғылған кезде арт жағында отырған бір 7 жасар бала алдыңғы әйнектен шығып кетті басымен. Сол басы неше жерден тігілген, әлі күнге дейін ем алып жатыр ол бала. Алайда сондай жарақаттар болғанына қарамастан, тек қана мынау орында отырған жаңағы ауыр жарақат алған азаматқа ғана сараптама тағайындалып, оның дене жарақаты ауыр дене жарақаты екен деп анықталған. Ал басқаларына сараптама тағайындалмаған. Армысың қазақ елі, ар мен заң өзінің хабарын тағы да бастайды. Арым жанымен садағасы деген қазақ, сол ары сақталу үшін заң қалай орындалып жүр, сол жөнінде хабарымызды жалғастырамыз. Ал енді сот үкім шығару керек еді. Жаңағы мән-жайларға байланысты. Сотталушының сотты сыйламауының өзіне байланысты. Сотталушының тек қана жәбірленуші емес, сот процестеріне қатысып отырған біздер емес, соттың өзін сыйламауына байланысты шешім қабылдау керек еді. Звондадыңыз келіп шықты ма? Вопрос бесіміз келу керек қой. Жұмыста кеш айтса повестка берерсің, жібермейсің. Мұнай оңай болды, кешін біз. Алмайын телефон. Болмаса қазір жетпейтін болса, немен жұмыста қайшы істейтін жалып тұрғын да кредиттен алған. Папасы емес, мен өзі керек қой, папасы керек жоқ ма? Папасы сондай, папасын керек ма? Қазақта сөз бар, тура биде туған жоқ, туған биде иман жоқ дейді. Демек, тура бидің, тура заң шығаратын, тура үкім шығаратын, билік шығаратын адамның туғаны жоқ болу керек. Ал туғаны бар адамның билік жасамау керек. Бұл жерде қазақ не айтып отыр? Бұл жерде қазақ әділдікті, заңдылықты айтып отыр. Ал сондай заңдылық болды ма сотта? Меніңше болған жоқ. Өйткені осындай сотқа деген қарым-қатынасы, тергеуге деген қарым-қатынасы, осындай барлық процеске қатысып отырушыларға деген қарым-қатынасы сотта одан бері керек еді. Сот қатаң шешім қабылдау керек еді. Ал қатаң шешім ол бас бостандығынан айыру шарасын қолдану керек еді. Ал бұл жерде сот алды. Сондай береке сотталушыға 1 жылға бас бостандығын шектеу деген жаза қолданды. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз шай халықтың сөзімен айтқан кезде үйінде бос жүру деген сөз. Түнгі сағат 11-ден, түнгі сағат 12-ден, таңғы сағат 6-ға дейін ешқайда шықпау, үйінде ұйықтау деген сөз. Анау ол деген ресторанға бармау түнгі сағат 12-ден кейін. Басқа бір көңіл көтеретін жерде болмау деген сөз. Арақ шарап ішу деген сөз. 1 жылға дейін. Оның өзінде, оның жарты жылын өтегеннен кейін, оның өзін жағы алып тастауға болады, заң бойынша. Сонда бұндай жеңіл жаза қандай жаңағы сотталушының, қандай заслугасы үшін, қандай жаңағы мәртебесі үшін берілді? Бұл бізге белгісіз. Бұның бәрі Талғар ауданында болып отыр. Өткен хабарларда айтқандай, жаңағы Талғар аудандық сотының үкімі шықты. Сотталушы өзінің жазасын алды. 1 жыл үйінде тайраңдап жүріп, сайрандап жаңағы
жалғасын өтейтін болды. Сонымен біз өз миссиямызды бітірдік. Енді ары қарай не болды? Соттың үкімі бойынша жәбірленушіге кеткен шығынын бір айдың ішінде сотталушы беру керек еді. Енді сот үкімі орындалу керек. Ол заңдылық. Онсыз болмайды. Сот үкімі орындалмаса, ол жауапқа тартылады. Бізде, мен сіздерге айтып кетейін, мынау біздің заңдарда істемейтін баптар бар. Қылмыстық кодексте ол баптар айтылған, қылмыстық кодексте дәл-дәл көрсетілген, бірақ ол баптар жұмыс істемейді. Өйткені неге? Өйткені заң талаптарын сақтауға ешкім мүдделі емес ол жерде. Мысалы, бізде 413 бап деген бар қылмыстық кодексте. Қылмыстық жауаптылықтан көрінеу заңсыз босату деген бап бар. Ол бап істемейді. Неге? Егер де бір нақты қылмыстық іс бойынша қылмыстық жауаптылықтан босатып, тергеуші немесе прокурор, немесе сот қылмыстық жауаптылықтан босатып қылмыскерді жіберсе, кейіннен ол іс қайтадан қаралып, ол іс бұзылып, жаңа қаулыма, үкімге бұзылып, жаңағы адам шынымен негізінен қылмыс екен деп табылып сотталатын болатын болса, өзінің жазасын алатын болса, жаңағы сол алдыңғы қылмыстық жауаптылықтан көрінеу заңсыз босатқан адам жауапқа тартылу керек. Ол тергеуші болсын, прокурор болсын, судья болсын, тартылу керек еді. Бірақ бізде ол жоқ. Біздің Қазақстанда сол анау ақталып кеткен адам, ақталып кеткен, әйтпесе қылмыстық жауаптылықтан құтылып кеткен адам кейіннен сотталыпты. Соны кезінде сол жауаптылықтан босатқан адам жауапқа тартылыпты. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 413 бабы бойынша жауапқа тартылыпты деген дерек жоқ. Ол болған емес. Өйткені бізде жаңағы жемқорлық жайлаған ел. Сондықтан қылмыстық жауаптылықтан көрінеу заңсыз босату деген 413 бап жұмыс істемейді. Енді ал 418 бап дейді. Көрінеу әділетсіз сот үкімін шешімін шығару немесе өзге де сот актісін шығару дейді. Бұл бапта жұмыс істемейді. Бұл бап бойынша сотталған бірен-саран бар шығар. Бұл бап бойынша егер де судья, әйтпесе прокурор, әйтпесе жаңағы тергеу органының қызметкері пара алып жауапқа тартылып жатса, осы бапты қолданып, осы бапты іліп жібереді, қосымша етіп. Сол бойынша үкімін шығарып жатады. Ал бірақ тікелей осы баппен сотталған жауапты қызметкерді, прокурорды, судьяны мен көрген емеспін. Бұл бапта жұмыс істемейді. Келесі бап, 430 бап. Сот үкімін, сот шешімін немесе өзге де сот актісін атқарушы құжатты орындамау дейді. Менің бағанағы айтып отырған мынау жаңағы Талғар ауданындағы соттың шешімінің орындалмауы осыған байланысты, осы бапқа байланысты. Сот үкімі шыққаннан кейін біз өз миссиямызды орындадық. Тергеуді тікесінен тік тұрғызып, істемеген жұмысын бәрін істетіп, сотқа дейін алып келіп, соттың үкімін шығарып, бойымызға алған міндетті орындадық. Енді сот үкімі шыққаннан кейін, жәбірленуші тағы да бізге хабарласып, мынау сот үкімінің орындалмай жатқанына шағым жасады. Ең қызығы бұл жерде жаңағы ерке сотталушыны үйіне үйқамаққа шығарып, бас бостандығын шектеп қана қойғанымен қоймай, сот өзінің үкімін орындатуға қауқарсыз болып отыр. Соттың үкімі орындалмайды. Сотталу жәбірленушіге жаңағы келген шығын өтелмейді. Оны орындатуға соттың шамасы жете ма, жетпей ма, оны білмеймін. Өйткені бұл жерде негізінен Талғар ауданында заңдылықтың сақталуына өте күмәнім бар.
Бұл жөнінде алғы хабарларда тағы да айтамыз. Енді тағы да бір бап бар, 435-ші бап. Адвокаттар мен өзге адамдардың заң көмегін көрсетуге кедергі келтіреді дейді. Бұл бап та жұмыс істемейді. Мынау мен осы сіздерге айтып өткен жағдай бойынша, осы көрсетіп өткен қылмыстық іс бойынша неше түрлі кедергі келтірді. Өйткені барасың аудандық ішкі істер бөліміне. Ол бірге кірудің өзі бір сор өсек болады. Адвокаттың телефонын алмақ болады, оны жаңағы заң талабын көрсетіп отырып, дәлелдеп отырып кіресің. Одан кейін жаңағы бүкіл заңдардың көшірмесін, жаңағы құжаттардың көшірмесін алу үшін тағы да қосымша өтініш хат беруің керек. Одан кейін тергеу амалдарын жүргізу кезінде мынаны былай істе, мынаны былай істе деген өтініш хаттарға тағы да кедергі келтіреді. Одан кейін мысалы бір тергеу амалдарын жүргізу үшін бәлен адамды шақыру керек, соның беттестіру жасау керек, әйтпесе сұрау жасау керек, сұрақ қалу керек деген, оның бәрі жаңағы жауапсыз қалады. Сол үшін шағым берген күннің өзінде, мысалы, мынау жауапсыз қалды деп тергеу сотына шағым берген күннің өзінде де соның өзі сыйы құйымшақтан арты ештеңе нәтижесі болмай аяқталады. Ол тағы нені білдіреді? Ол мынау осы баптың 435-ші баптың жұмыс істемейтінін білдіреді. Бізде осындай жұмыс істемейтін қылмыстық кодексте баптар бар. Бұл жаңағы тергеуге байланысты баптар, тергеу ісіне байланысты баптар, сот үкіміне байланысты баптар, бұлардың бәрі жұмыс істемейді. Енді дәлірек айтсақ, жаңағы біздің жәбірленушінің сот үкімінен кейінгі хал жағдайы қалай болды? Ол тағы неге шағымданып жатыр? Ол неге өзінің құқығына қарай қорғай алмай жатыр? Ол жөнінде тағы да қосымша айтып кетерміз. Бұл іс әлі біткен жоқ. Тергеу мынау болды, прокурор мынау болды, соты мынау болды. Сонда не? Халықтың ашу жазасы туа ма, тумай ма? Әрине туады. Неге? Заң сақталмайды. Жеу үшін жалғасады. Жемқорлық жайлап алған. Туған туыстық. Бірін-бірі қолдау. Мен осы бұрынғы хабарларда айтып кеттім. Бізде жемқорлық деген кезде айтамыз, ойлаймыз, халық ойлайды. Жай халық ойлайды, жемқорлық деген кезде бір-біріне пара беру, әйтпесе бір тамыр-таныстықпен бірдеңені өзінің пайдасына шешу деп. Жоқ, бізде Қазақстанда жемқорлық басқаша қазір. Қазақстандық жемқорлық қызметтік жемқорлық дейді. Сондай ұғымды ендіру керек. Сондай ұғымды заңды түрде парламент арқылы ендіріп, мынау қылмыстық кодекске кіргізу керек. Қызметтік жемқорлық деген не? Қызметтік жемқорлық деген ол бір ауданда қызмет жасап отырған әкімі болсын, прокуроры болсын, әйтпесе соты болсын, жаңағы аудандық полиция басқармасы болсын, бір ауданда қызмет жасап отырғандардың бірімен-бірі жеңісінің жалғасуы. Олар бірімен сатпайды. Мысалға мен сіздерге бір әңгіме айтып кетейін. Жай ғана мысал, егер де бір ұрлық болды деген жерге полиция бөлімі барып, қызметкерлері жедел жаңағы барып қараған кезде, өтіп бара жатқан бір жас баланы ұстап алып дейік, сол ұрлық болған пәтердің қасынан. Ол баланы аппаратта қамайды. Өйткені ол сол пәтердің қасынан өтіп бара жатты сол уақытта. Сол жерде болды. Енді заңнан хабары жоқ, адвокаттың не екенін білмейді. Бұрынға түсіп көрмеген, басынан іс болмаған адам жас балаға не істейді, не айтады? Сен мына қылмысты ала сал. Өткел ала шыққан қылмыскерді іздеуге уақыттары жоқ, әйтпесе құлқы жоқ, әйтпесе жаңағы бастары жетпейді. Сен мына қылмысты ала сал, біз сені жібере саламыз дейді. Сөйтіп, чистосердечное признание дейді, шын болғаннан өзімен жаңағы осы қылмыс жасағаным осы еді, ұрлыққа барып едім, кешіріңіздер деген түсінігін алып алады. Анау түсінік қолына тигеннен кейін жаңағы тергеушіні істейді, жіберіп прокурорға барады. Міне, қылмыс ашылды, мынау бойында деп. А прокурор не істейді? Прокурор жаңағы қамауға алу туралы келісім береді. Ол келісімді алады да сотқа барады. Сотқа барады да судьяның алдына бүкіл құжаттарды тастайды. Мынау
өзі жаңағы мойындап отыр деп. Судья оның ар жақ бір жағын қарамайды, өйткені қашып кетуі мүмкін, ол адам басқа жаққа кетуі мүмкін, кедергі келтіруі мүмкін тергеуге деп. Заң талаптарына сай қамауға алады 2 айға. Енді қамауға алынды. Тергеуін 2 айдың ішінде бітіріп, апарып істі сотқа тапсырады. Сол кезде адвокаттар қосылады. Сол кезде заңды білетін адамдар қосылады. Анау қамауда отырған адам сол қасында отырған неше түрлі әккі қылмыскерлермен бірге отырып, олардан заңның екенін, қалай екенін бәрін біледі. Істемеген қылмысын бекер мойындағанын біледі. Енді сотта не басталады? Жаңағы адамның сотқа қатысы жоқ екені, жаңағы қылмысқа қатысы жоқ екені белгілі бола бастайды. Осы жерде жаңағы қызметтік жемқорлықтың белгісі басталады. Белгісі емес, нақты іс-әрекет басталады. Қалай? Енді мынау ақтау керек. Ақтамаса болмайды. Өйткені қатысы жоқ. Оның бәрі дәлелденіп отыр. Тек қана жаңағы өзінің кінәсін мойындаған алғашқы жауабы бар, басқасы жоқ. Енді не істеуге болады? Алдымен судьяға тергеуші келеді. Әке-көке, мынаны бірдеңе соттан өткізіңіз, 2 ай қамауда отыр, менің басымды кетеді дейді. Көнбеген судья, енді оған судья көнбегеннен кейін оған жаңағы тергеудің бастығы келеді. Жарайды, оған да көнбедік дейік. Одан кейін полиция бөлімінің бастығы келеді. Оған да көнбедік дейік. Одан кейін прокурор келеді. Өйткені прокурор өзі неғып отыр ғой. Жаңағы одобрение беріп отыр ғой. Келісіп отыр. А прокурор күнделікті сол сотқа бізде ол жаңағы не емес, жасырын емес, ашкере жасырын емес, ашкере. Келген прокурор келген соттың есігін тебіп келеді. Оны шын айту керек. Прокурор келеді айтады, менің басым кетеді, тергеушінің басы кетеді, ақтау үкімін шығаратын болса. Жаңа тергеудің бастығы, ровының бастығы кетеді, бәрі кетеді. Сондықтан бірден істейсіз. А судья не істеген. Сонша адам келіп отыр. Бір районда, бір жерде істейді. Ол жоттың председателі шығады оған сосын. Бірден істей сал енді сам. Әйтеуір айыптау үкімі шықса болды. Сонымен жаңағы жазықсыз адам 1 жылға ма, 1,5 жылға ма жаңағы шартты жаза алып шығады. Соның соттылы болып кете береді. Міне әңгіменің бәрі осымен бітеді. Қазір бүкіл Қазақстанды жайлап алған осы қызметтік жемқорлық. Мен тек қана сот саласын айтып отырмын, тергеу саласын айтып отырмын, құқық қорғау саласын айтып отырмын. Ал басқа жерде ше? Әкімдікте, министрлікте, әйтпесе басқа жерде. Барлық үкімет құралымдарында осы жең ұшынан жалғасқан қызметтік жемқорлық жайлап алған. Оны біз жеңбесек, оны біз түп-тамырын жоймасақ, біз оңбаймыз. Әлгі қазақ айтады, ауруын жасырған өледі деп. Қазақ қоғамы бүгін ауру. Біздің қоғам ауру. Өйткені біз жемқорлық бойлаған. Біздің қоғам ертең өледі. Біз аурумыз. Ауру қоғам ертең өледі. Өйткені осыны емдемесек. Оны емдеу үшін не керек? Ол үшін көбіненің керегі жоқ. Ол үшін сот саласын өзгерту керек. Соттың системасын өзгерту керек. Велосипед ойлап тауып басқартудың керегі жоқ. Бүкіл дүниежүзінде оның бәрі баяғыдан шешіліп қойған. Коррупцияны қалай жеңу керек екен, жемқорлықты қалай жеңу керек екен шешіліп қойған. Оның бәрі дайын рецепті бар. Соны қолдану керек. Сот саласын, сотты түбегейлі өзгерту керек. Соттарды сайлау керек. Соттар ешкімге бағынбау керек. Ал қазір сіздерге айтайын, қазір сот жүйесі қандай, ішінде қандай. Мынау азаматтық істер болсын, қылмыстық істер болсын, әкімшілік істер болсын, барлық сот шешімдері анау апелляцияға алқамен келісіп шешіледі. Баяғы кеңес бөлмесінде отырып шешім қабылдап берген жаңағы қағида қалған. Өйткені бізде сот вертикальный, мынау тігінен тік. Жоғарғы сотқа облыстық сот бағынады, облыстық сотқа аудандық сот бағынады. Басқа жолы жоқ. Өйткені сондай совет заманында сондай болған, сол бойынша қалды. Ешқандай өзгеріс жоқ. Ал ондай өзгеріс болмайтын болса, біз ешқайда ештеңеге жетпейміз. Мысалы, айта кету керек, бір резонансты істер болады. Кешегі жаңағы Бишімбаевтың ісі болсын қаралған. Әйтпесе басқа бір істер болсын. Соны судья сол өзінің жаңағы
кеңес бөлмесінде отырып өзі шешті деп ойлайсыздар ма? Өзі шешім шығарды деп сенесіздер ма? Өзі үкім шығарды деп. Әй, мына 5 жастағы бала сенбесе, қалған ешкім сенбейді ау. Өйткені бізде система сондай. Оны судья өзі шешкен жоқ. Оны мен ашық айта аламын. Оны ақылдасып, жоғарғы сотпен де, апелляция сотпен де ақылдасып шешілді. Енді басқа істер болсын. Мүмкін ақылдаспаған да шығар, мүмкін мен қателесетін шығармын. Лайым солай болғай. Қателесесем. Бірақ күмәнім көп. Күмәнім көп, өйткені мен заңгер ретінде осының ішінде жүрмін. Осының ішінде қайнап жүрмін. Қайнап пісіп жүрмін. Мен білемін қандай шешім қабылданатынын. Біздегі сот деген қазір өзінің заң талабына сай емес. Соттарды сайлау керек. Соттарды нағыз тәуелсіз ету керек. Сот жалтақтап прокурорға бір қарап, ауданның әкіміне бір қарап, облыстың басшылығына бір қарап шешім шығаратын жерде ешқандай заңдылық болмайды. Біз сондай халге жеттік, сондай шешім шығарып жатыр. Барлық жерде сондай. Сондықтан да бұл жан айқай, бұл қоғамның жан айқайы, менікі емес. Бұл ұрпақтың жан айқайы. Сондықтан да осы соттарды егер де тәуелсіз ететін болсақ, онда сол коррупцияның енді мен сіздерге айтайын, бір 100%-ін мен ақ қояйын, бір 70%-ін, 50%-ін жеңуге болады. Соттар егер де тәуелсіз болатын болса. Өйткені кез келген соттың, кез келген әкімнің шешімін бұзылатын сот болатын болса, кез келген прокурордың шешімін бұзылатын сот болатын болса, кез келген жаңағы құқық қорғау органының шешімін бұзылатын сот болса, онда біз тәуелсіз демократиялық заң сақталатын елге айналатын едік. Бізде ондай жоқ қазір. Бізде ол болашақта бола ма болмай ма білмеймін. Бір жағынан, екінші жағынан соттарды түсінуге болады. Оларға нан жеу керек, күн көру керек, сайланды ма? Жаңағы тағайындалды ма? Сайланбайды ғой, тағайындалады. Тағайындалды ма? Енді сол нанын ақтау керек тағайындалған. Ярдамал жоқ басқа. Бір жағынан, екінші жағынан оларда қазір мынау жүктеу нагрузка көп. Бір судьяның өзі бір күннің ішінде егер азаматтық істер болатын болса түске дейін 5-ін, түстен кейін 5-ін шығару мүмкін. Қылмыстық істер болатын болса түске дейін 1-ін, түстен кейін 1-ін шығару мүмкін. Бұндай жерде қандай жаңағы заңдылық сақталуы болады? Мысалы, қазір қараңыздар, менің өзім тәжірибемде азаматтық істерді қарау кезінде тағайындайды, ал тағайындалған істе судья соттың процестің үстінде ғана танысады материалдармен. Сол кезде ғана оқиды. Оған не себеп? Оның уақыты жоқ оны оқуға. Сол кезде ғана танысып, сол кезде ғана материалдармен жаңағы дәлелдемелер тергеп, тексеріп, сол кезде ғана соған мән жайға назар аударады. Басқа уақыты жоқ оның. Егер де соттарды нағыз тәуелсіз етіп, оларды сайлап, олардың жаңағы функциясын көбейтіп, оларды ешкімге бағынбайтын етіп, шетелдегі сияқты, әйтпесе басқа елдердегі сияқты жасайтын болатын болса, олар кез келген сот заңды үкім шығаратын еді. А бізде ондай жоқ қой. Ондай болмай тұр, жоғарыда болмайды ау. Болмайтын болғандықтан біз жоғарыда коррупцияны жеңбейміз. Қай орында екенін білмеймін. Арт жағынан салған кезде соңғы орыннан бірін жүрміз ғой коррупция бойынша. Ал оны бізде ешкім түсіне ме, түсінбей ме білмеймін. Коррупцияны жеңу үшін ең бірінші сот саласын жаңағы ауыстырудан бастау керек. Ары қарай уже тағы бола жатар. Егер де судья ауданның әкімін жалтақтамайтын болатын болса, судья прокурорға жалтақтамайтын болатын болса, судья полицияның бастығының сөзіне қарамайтын болатын болса, онда бәрі де қорқады. Қызметінен айырылады, наннан айырылады, жаңағы жұмысынан кетеді. Ондай емес қой. Ондай емес. Өйткені сот сайланады, тағайындалады. Президент тағайындайды. Тағайындалған жерде ол назначение дейді, тағайындау деген. Мынау ішінен келіп та, сен мынау боласың деп тағайындап қойды, болды. Егер өйтіп қол көтеріп сайлану болатын болса, онда бір басқа әңгіме болатын еді. Сондықтан да бұның бәрі болашақтағы біздің армия заң хабарында толығымен айтылады. Тағы да басқа да қызықты істер айтылады. Біздің арнамызға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, қолдаңыздар. Рахмет.